Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы инвестицияланатын зейнетақы активтері басқа бағыттарға қайта бөлінеді. Бұл туралы үкімет отырысында Ұлттық банк басшысы Данияр Ақышев мәлімдеді. Оның сөзінше 2016 жылы 400 миллиард теңге көлеміндегі қор активтерін квазимемлекеттік сектордың борышқорлық құнды қағаздарына инвестициялау жоспарланып отыр. 17 маусымдағы жағдай бойынша қор қаржысының 145 миллиард теңгесі квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларына инвестицияланған. Алайда 2016 жылы дағдарысқа қарсы қосымша іс-шаралар жоспарын іске асыру кезінде квазимемлекеттік компанияларда 85 миллиард теңге көлеміндегі зейнетақы активтеріне сұраныс болмағаны белгілі болды. Сондықтан Данияр Ақышев аталған соманы өңдеуді өнеркәсіптегі айналым капиталын қаржыландыруға қайта бөлу қажет деп есептейді. Сондай-ақ ол 2016 жылғы дағдарысқа қарсы қосымша жоспарды жүзеге асыру барысында қор активтерін банктер арасында үлестіру мейлінше ашық жүргізілгенін атап өтті. Бас банкирдің сөзінше банктерге 200 миллиард теңге ұсынылған. Қазіргі уақытта екі кезең бойынша 94 миллиард теңгесі үлестірілді. Дегенмен банктердің бұл қаржыға қызығушылығының болмауына байланысты қаражатты басқа салаларға бөлу көзделіп отыр.